Сәлем баршаларыңызға. Бүгін кешкі асқа духовкада дайындалатын осындай дәмді тамақ дайындаймыз. Ол үшін фарш, картошка, ірімшік, қаймақ, пияз, қияр мен қызанақ, аскөк қажет болады. Противеннің үстіне фольга жайып, үстінен картошка, одан кейін қаймақ саламыз. Тоз себеміз. Фарш жаямыз. Пияз турап саламыз. Қаймақ, қияр турап саламыз. Және үстінен картошка. Одан кейін тоз себеміз. Қаймақ. Және үстінен қызанақтарды турап саламыз. Ыстық пеште 200 градустық 1 сағатқа қойып шығамыз. Және дайындалуға 10 минут қаларда ірімшікті теркадан өткізіп саламыз да үстіне аскөк тураймыз. Сонымен осындай қайтадан тамағымызды духовкада пісіріп аламыз 10 минуттай. Ас болсын.